Мүмкіндігі шектеулі балаларды емдеу және диагностикасының жаңа парадигмалары мен өзекті сұрақтарын рейдерде талқылады. Мүмкіндігі шектелгендер үшін жаңа мүмкіндіктер қалыптастыру үшін мемлекет, бизнес және қоғам қалай бірге алады? Сюжетте айтамыз. Риддерде алғаш рет ерекше балалардың аналарының шақыруымен халықаралық Миракулум интегративтік медицина орталығының басшысы Андрей Максимов болып қайтты. Оның ұлына аутизм диагнозын қойған кезде ер адам өзінің бүкіл уақытын баласының бейімделуіне, аурудың диагностикасының жаңа әдістерін іздестіруге, бала дамуындағы ауытқушылықтармен жұмыс жасау парадигмасының ауысуына арнаған. Бүгін классикалық медицинамен жарыспай, соның және ғылыми жетістіктерге негізделіп, Андрей Максимов эксперименталды әдіспен әрі аз стандартталып аутистикалық ауытқушылықтың емдеуіне және диагностикасына келе жатыр. Официальная доктрина говорит, это особенно... Ресми доктрина айтады. Бұл психикалық дамудың ауытқушылығы. Шыдаңыз, үйреніңіз, жүріп тұруын бақылаңыз және осымен өмір сүріп үйренесіз. Біз не дейміз? Бұл танылмайтын психикалық ауытқушылықтың ерекшелігі емес. Бұл патологияның түрі. Ол орталық жүйке жүйесінің жұмысының бұзылуына келеді. Және ол жүріп тұруға, тамақтануға, ұйқыға, тағы басқасына әсерін тигізеді. Ми туралы ниетіміз болса да жеткілікті көп біле бермейміз. Ол шындық. Мидың әртүрлі үрдіске қалай жауап беретінін анықтау өте қиын. Бірақ себеп салдарлық байланысы бар. Оны анықтауға болады. Ми жұмысының бұзылуы қайдан туындағанын білсеңіз, сол жіпті алып тарқата бастауға болады. Егер біз диагностикалай алсақ, түзете де аламыз. Өйткені көптеген аурулар танымал, баланы емдеу керек. Бұл патологияның түрімен бала кішкентай бола тұра ауыратын болса, тез ем қабылдаса, тез түзеуге болады. Егер ауыр науқастанса, өмір бойы хаттамаларда болуы мүмкін. Әйтсе де, өмір сапасы түбегейлі жақсарады. Өйткені ата-аналар дағдарыспен қалай күресу керектігін біледі. Балаға бірдеңе болса, оларда хаттама бар, тәжірибе бар, жағдайды тұрақтандыра алады. Бұл мүлде басқа өмір. Бала мектепке де, ата-анасымен демалуға да бара алады, үйден шықпай отырмайды. Біздің жұмысымыздың мәні неде? Біз диагностика жасаймыз. Хаттамалар жазылады, бірінші кезең 3-4 ай, кезекті тексеру қыркүйекте. Оған осы қаладан да бірнеше ата-ана келеді. Диагностика 1,5 ай жүреді. Баланың анамнезі зерттеледі, материалдар жинақталады, кеңес беріледі, хаттама жүйесі толтырылады. 3-4 ай керек. Осының барлығы заманауи медицинаға негізделген. Кейбір тұстар эксперименталдық мінезді. Өйткені стандартталу үшін 15-20 жыл қажет. Мен сол 15-20 жылды күтпедім. Кәсібімнің бағытын өзгерттім. Осы аурумен айналыса бастадым. Қазақстан бойынша жыл соңына дейін даму ауытқушылықтары бар жүздеген пациенттерді жаңа диагностика әдістеріне алу жоспарлануда. Жаңа аспаптарды қолданумен диагностикадан кейін әркім үшін емделудің жеке хаттамалары толтырылады. Қажет болса, дәрігерлік ілестірілу көрсетіліп, бақылау кеңестері өткізілетін болады. Терең диагностика мен хаттамалық бейімдеу ақылы екеніне қарамастан, біздің қаладан да ниеттілер бар. Моей дочери 10 лет, и только сейчас я нашла слава Богу. Менің қызым 10-ға толды, және мен осы керемет дәрігер Андрей Александровичпен Нұр-Сұлтанда кездесуінің арқасында ол үшін көп алғыс. Өз балама аз ғана ақшаға диагностика жасауға мүмкіндік алып отырмын. Менің табысым жоқ, бірақ баламды жоғары деңгейде тексертуім керек. Мен қол қусырып отырмау керекпін. Жан-жақтан қолдау сұрау керекпін. Өйткені осы дәрігердей мен де балама нәтижелі ем тапқым келеді. Бәрі қаражатқа тіреліп тұр. Қазіргі таңда Миракулум интегративтік медицина орталығы посткеңестік кеңістігінде 6 елмен және Үндістан мен Қытаймен жұмыс жасауда. Миракулум ғылыми басшысының жоспарында осындай диагностика және бейімдеу орталығын Қазақстандағы балалар үшін де ашу. Біріншісін Алматыда, сонан соң облыс орталықтарында және мейлінше шағын қалаларда. Іс жүзінде оған мемлекеттің, бизнестің және қоғамның түсінушілігі әрі қолдау қажет. Жаңа бастамалар жаңа шешімдерді талап етеді және жаңа мүмкіндіктерді береді. Я глубоко убежден, благотворительность не решает глобальные проблемы. Мен қайырымдылық өзекті мәселені шешеді деп ойламаймын. Оларды тек бизнес шешеді. Мемлекет кадрларды даярлайды, сертификаттаумен айналысады, ал бизнес процесті ақша табуға бағыттайды.
Сертификаттау үрдісін мемлекет іске асырса, біз Алматыда орталықты ашсақ, әр облыста орталық ашатын инвестор табылса, ісіміз алға басады. Ол үшін экологиялық таза аймақ қажет. Балаларға, ата-аналарға жайлы. Шығыс Қазақстанда, соның ішінде Риддерде ол үшін барлық жағдай бар. Қорық аймағындағы эксперименталды негіз өте үйлеседі. Қолдау көрсететін жеке меншік бизнес, мемлекет, жергілікті билік те бар. Бәрі де мүмкін. Сонымен қатар Риддерде Нұр-Сұлтанда жұмыс істейтін Жасыл жайлау орталығының қызметкерлері болып қайтты. Мұнда аутистер мен олардың отбасыларына ғана тәжірибелік жәрдем көрсетуге тырыспай, ерекше балалармен жұмыс бойынша мамандарды даярлайды. Орталық Астананың көптеген жетекші университеттеріне тәжірибелік база болып табылады. Детей много, каждый день рождается. Күнделікті көп бала дүниеге келеді. Аутизммен туатын балалар әлемде 1%-ды құрайды екен. Қазақстанда да осындай аурумен дүниеге келетін балалар бар. Біздің басты миссиямыз аутизммен ауыратын баланы және ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасыларға көмектесу және мамандарды университеттерде даярлау. Орталығымыз шағын болса да, мыңдаған баланы қамти алмасақ та, келген балаларға сапалы қызмет көрсетуге тырысамыз. Жаңа емдеу әдістерін іздейміз. Халықаралық Миракулум интегративтік медицина орталығының және Жасыл жайлау балалар орталығының өкілдерімен кездесуге Риддер әкімі, қалалық мәслихат хатшысы, қауымдастық кеңесінің төрағасы қатысты. Кездесу барысында көптеген сауалдар қойылып, толық жауаптар алынды. Особенно приятно, что вы обратились к нам, приехали, нашли время. Біздің қалаға уақыт тауып келгеніңіз үшін зор алғыс білдіреміз. Бұл әрине алғашқы байыпты қадам. Сіздің бүгінгі тартымды әңгімеңізді тыңдадым. Барлығын әкімге жеткіземін. Атқарушы биліктің тарапынан қолдан келгенін жасауға тырысамыз. Қоғамдық кеңестің мүшелері қалалық мәслихат болып бірігіп, сіздің ойлаған жоспарыңызға қатысамыз деп сенемін. Сөзсіз, аутизмнан сиқырлы таблетка жоқ, алайда кішкентай жеңістер мен Миракулум орталығының үлкен жоспарлары бар. Оларды Риддерде қолдауға уәде берді. Ерекше балалардың ата-аналары қоғамға, мемлекетке және бизнеске көмектесу үшін түсіну өтінішімен жүгінуде.